Ұшақ апатынан қаза тапқан Қазақстан азаматтарының тізімі жарияланды. Төлесінов Сәндібек Екібайұлы 1988 жылы туған, Маңғыстау облысы Жаңаөзен қаласының тұрғыны, артында жұбайы мен 4 баласы қалды. Жұмағұлов Бауыржан Жұмабайұлы 1985 жылы туған, Маңғыстау облысы Жаңаөзен қаласының тұрғыны, артында жұбайы мен 6 баласы қалды. Максудова Галина 1978 жылы туған, Ақтау қаласының тұрғыны. Шаймерденова Гаухар 1975 жылы туылған. Және де Гаухар Шаймерденованың 10 жастағы ұлы Жұмағат Эльдар, Астана қаласының тұрғыны. Джутаева Салима Аманжолқызы 1995 жылы туған, Қарағанды қаласының тұрғыны. Марқұмдардың туған туыстарына қайғыра көңіл айтамыз.